Miyalı. 8 orun var, orunduklarım mamak. Miyalıga жүрөмүz. Жылдам жеткізетін жігіт. 1 сағат болды ғой отырғанымызға. Осы ма жылдам жеткізетінің? Осыш? Ой, жүрөмүз қазір, не болды? Жүрөмүз. Miyalı. Асығыс болсаң таксиге отыр да жүре бер. 100 теңге артық қалтаңа сыймай жатсаң. Бүгін мұқаш ашулы сияқты ғой. Майра, бір шетінен мұқашты түсінуге болады. Клиенттер азайып, мазасы болмай жүр. Жол ақысының ақшасын көтерейін десе, таксиге ауысып кететінімізді біледі. Содан амалы құрып жүр ғой. Әй, Мұқаш, жүреміз бе, жүрмейміз бе? Айтпайсан таксилермен кете береміз. Айтпады деме. Ой, бір 15 минут шыдасаңдар, жүреміз қазір. Бір 4 адам келсін да, не болды соншалық? Не деген шыдамсыз қатындар ей? Әй, Майра, кете берейікші таксимен. Отырамыз ба, пысынап? Таксистердің бәрі осы. Орындарын адам толтырып алмайша қозғалмайды. Бұған естіп қоймасаң болмайды. Сыныптасым ғой. Жынына тигенді жақсы көрем ғой. Қайтейді енді? Бала шағасын бағу керек. Miyalı. Орындықтары мамық, көлігімнің іші жарық. Жүретін бағытымыз анық. Miyalıga. Miyalı. 6 orun var, Miyalıga. Orundukları mamık. Ақшаның бәрін жинап қайтып. Kölігімнің іші жарық. Жүретін жолым анық. Мұқаш, жүреміз бе осылай кешке дейін тұрамыз ба? Жүру үшін тұрған жоқпыз ба? Адамдар жинап жатырмын ғой, не болды сендерге? Шыласаңдаршы, не болды сонша? Не дейді? Болатын түр жоқ. Miyalı. О, ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Аға, тапсырыс қабылдайсыз ба? Тапсырыс қабылдаймыз, иә. Аға, құдалыққа бару керек еді. Біздің анау келіскен көлігіміз аяқ астынан бұзылып қалып, бір 2 сағаттың ішінде шығып кету керек болды. Қазір ме? Иә. Қайда бару керек еді? Жақын аудан Жаңа Талап деген ауылға. Ой, Жаңа Талабың біраз жері ғой. Жолын ашар ғой о жақтың. Бір дұрыстап әкімді жолын жасаса болатын сол жақтың. Жаңа Талап. Енді неше бересің? Енді қанша болғанда, сіз қанша дейсіз? Мен айта берем ғой, сен айт, сосын мен айтам, барам, бармайын деп. Ей, Қымбат Мұқаш-ау, емес пе айналайын-ау. Шығақшы енді, ешкім жоқ, кімді аласың? Осы бұйыртқанмен жүре берейікші. Ей, не болды сендерге? Шығамыз деді ғой, шығамыз қазір. Сөйлесіп тұрмын ғой адаммен. Бош, бол. Бұйрық беріп, мен басым бұзап, қызық осылар. Қанша болады айтшы? Енді аға, бір 50 мың берейік. Енді? Жолдар нашар ғой. Кез келгенмен сөйлесем, Жаңа Талаптың бағасы 80 мың теңге ғой. 80 мың? Бұл аға енді 2 арус емес қой. Аға, жолы нашар деймін, жолы ешкім бармайды о жаққа. Боп, бір 60 мың берейінші аға. 70 болсыншы жарайды, көндім. Бопты,
жетпіс мың болса 70 мың. О, кімнің үйіне, қай жерге жиналасыңдар? Біз анау Баданбайдың үйінде. Ана қара баданбай. Қара Баданбай. Ол 2 сағаттан кейін ба? 2 сағаттан кейін. Болам мен сонда. Жақсы. Сен бірдеме тастап кет онда маған. Кепілдік пе? Болды. Міне. Ондаға мен сіздің ана нөміріңізді жазып алдым. Өзім ақ болам 2 сағатта. Жақсы ондаға. Келістік қой. Келістік. Ай, асықсаңдар. Сендер мына ауылдың таксимен жүре бересіңдер-ау деймін. Я құтқызып қойдың онда бізді? Не үшін? Айтпадың ба? Бағанадан не бітіріп отырмыз сонда біз? Көлігің іші былғанып кетті. Осы сендердің айрандарыңа сасып кетті. Барып жуғыздыруым керек көлігімді. Ой, мінбей-ақ қойдық. Былғанса неге аласың онда? Кешке дейін отырмыз үшін күтіп сені. Көреміз әлі. Күнің қараған. Түк ұятың жоқ екен. Ұятсыз десе. Алыңдар саттарың сендерді. Бәтсір. Сен көлігіңе мінсем аяғым сынсын. Ұятсыз неме. Күтесің, біз де сені кешке дейін күттік. Стана. Кішкене қимылдасаңдар сен жеңіл. Кешке дейін күттік, отыр сен де бізді күтіп. Бір диета ұстасаңдар кішкене. Өзіңе қарап ашей қабақ. Сен бағып бердің бізді, осы уақытқа дейін. Тиме, қой. Сенің өзінің ойыншығың бар ғой, осындай ойыншығың. Қайда? Жүр. Қайда сенің ойыншығың? Ана жерде әнеке. Бар. Қарай ғой. Қарашы, ана жерде ойыншық бар. Сәлем. Жұмысың қалай? Шаршатыпты ғой осылар. Анау қайнағамның баласы Асланшы бір мазасыз бала ғой. Жұрттың ойыншығына жармасытты жүреді. Әкесіне тартқан ғой. 6 жасқа толсын, содан кейін мектепке барады. Ой, мектепке барғаннан кейін 11 жыл менің миымды аштады екен ғой. О кезде есі кіріп қалады ғой. Асланыңды қоя тұр. Мынаны қара. Не бұл? Бізді сыптай қылатын нәрсе. Не? Әдемілеп айта қояйын десем, арықтататын дәрі. Жаңадан шыққан дәрі ма? Мектепте бір келіншек сатып жатыр екен, үшеумізге алдым. Қытайда жасалған ба? Пекин, фирменный. Қандай күшті, мынандай боламыз ба сонда біз? Тура осындай боламыз. Ой, күшті. Беліміз қылдай бүйтіп жүреміз. Күшті ғой, ішу керек. Ішу керек. Маған өзіңе ұлтуға алдың, күшті екен. Жүрсін, жоқ ол көліктің ішінде блокнот. Мен айтам, менің заттарыма тимеңдер сізден. Қай жерге қойдым, сол жерде тұрсын. Нелерің бар менің заттарыма? Нелерің бар ұлту? Не болды, айқайлап. Жүрсін, сарайдан қараш. Не болды, баланың мазасын алып, өзің бір жерге қойып таба алмай тұрған шығарсың. Бірдемен айтса, адам өзің күнәл қаласыңдар есіңдерші. Жоқ, блокнотсыз бармасаң болмай ма сонда? Кете берсеңші. Көрген жоқсың бе сен? Жоқ, мен алған жоқпын. Кете берсеңші деп қояды. Қалай кете бересің? Адам сияқты шақырып отыр ғой. Адам сияқты шақырды. Мұқаш аға, костюм шалбарыңызбен бәріміз жарқырап барып жарқырап қайтайық, көңіл көтеріп деп отыр. Бас құдай емессің ғой? Жай шопырсың, бара бер, онда тұрған не бар? Мен бүгін шопыр болып бара жатқан жоқ, құда болып бара жатырмын. Шопыр деген сөзді айтты. Айтты, сізге де сөз береміз деп. Сөзді қойшы, сөзді қатырам. Батаны не деп берем мен? Ана блокнот не үшін іздеп жатырмын? Шежіре сөздер, ана зиялғанның бәрін, жазғандардың, данышпандардың бәрін реттеп, бүгін тура айтылатын мінеки кезеге келіп тұрған кезде, керек кезде, бармай! Жай. Мына менің блокнотым ба? Менікі алақандай блокнот, сыртында домбырасы бар. Әрінге дейін білмейсің ба? Жай. Не көресің баланы? Айландырған үшеуміз ғана тұрамыз үйде. Дұрыс па? Үшеуміз ғана. Не жетпейді бізге? Үшеуміздің заттарымыз сыймай жатқан жоқ. Менің шақ затым бар, былай айтқанда. Осы 40 жылғы шежіре болып келе жатқан блокнотым, анау сақал алшым, соны ақ пышағым, мал сояды. Ақ пышақ дегіші бар ма, ақ пышақ? Тұр ғой орында. Тұр ма? Тұр. Жоғалмасын. Осы үшеуіне тимеңдер сен болмаса.
Alo. Ау. Ой, дайынбыз ғой. Шығып қойдыңыздар ма көшеге? Болды не? 5 минут. Иә. Күтіп отырмын. Қарашы енді. Қалай барам батасыз, а? Болды, ашуланбаңыз енді. Сіз деген құдалыққа бара жатырсыз. Жақсылап, жақсы көңілмен. Сабыр. Қалай сабыр сақтайсың енді? Сонда да тауып қойыңдар. Келесі құдалыққа да керек. Бітпейді ғой құдалыққа. Сен бе жоғалтқан? Жоқ, менің көріп қалыңыздар. Онда неге тұрмайды онда әкеңіз ата? Мен алған жоқпын. Ізде бар тап. Сол жүрт. Ойбой, біздің қыз пысығы. Қашан көрсең едені мен терезесін сықылайды да жатады. Әй, терезең жұқарып қалған шығар. Қайдан келе жатсыңдар екеуің қол ұстасып? Жүр, айтамыз. Жүр, әкелгенімізді көрсетейік. Жай Қытай емес, Пекинде жасалған депті сатқан кісі. Бұны ішкен адам тамақ жеме сыптай болып шығады екенсің. Иә. Ой, қыздар ай, олар тауарларын өткізу үшін мақтай береді ғой. Біздің әншілер бар ғой, аптасына 10-15 килограммнан тастап жатыр екен осыны ішіп. Иә, мен де басында сенбегем, сөйтсем қарасам бір белгілі компания екен. Тимба, Димба, иә? Анау Инстаграмға кірсең, бүкіл әншілер осыны жарнамалап жүр ғой. Осының косметикасы бар, кір жуатын ұнтағы, сосын ыдыс жуатын сұйықтықтары да бар, естіп жүрмін. Ол компанияға қосылсаң, шіріген бай болып кетеді екенсің. Мерседес мінгізеді екен. Ұлдана, ол болсында қай бір бізді ойлап жүр десем, Мерседес мінгісі келіп жүр екен ғой. Командаңызға қанша адам жинадыңыз? Мен ешқандай команда жинаған жоқпын. Не, естімедің бе? Ауылдың өсегін? Науат апаның қыздары жардай болып семіріп алып, Қазақстан барысына жарысқа қатысқалы жатыр екен дегенді. Алмасаң алмай қой, бағана мына бас деп еді, енді сен қоштап отырсың ғой. Не болды сонша ренжіп? Жай қалжыңдай салдың ғой. Шай ғой шықту, басым ауырып кетті. Бақшы, күйеуің қайда? Күйеуім ауданға кеткен. Құдалыққа баратын қонақтарды алып. Ертең келеді? Біздің сайлауда ауданға кетті. Аттестация тапсырам дей ма? Сондай бірдеңе. Біздің үйдің де отағасы тау жаққа кетті. Малды көріп кетейін деп. Қыздар, бүгін бастаңғы жасауға ыңғайлы күн болып тұр. Керемет. Ой, рахат-ай. Рахат, керемет. Монша қалай екен? Күшті, мықты. Ұсталық қой. Қайынапкемнің үрімшіден әкелген чайы. Гүлінің ашылуының бүгінгі сәт түсіп тұр. О, қандай күшті. Сенің шайың да Қытай, бәрің де Қытай. Соңғы кезде осы Қытайлармен қатты байланыста жүрген сияқтысың ол болсына. Айданың бізге берген көліктері Қытайдікі емес шығар әйтеуір. Өзім тіктім деді ғой, Әй, кім біліпті? Сол келін шырақ сендерге сәлем салама, маған салмайды. Жоқ, қайдағы? Мен апамның көңіліне қарап үндемеймін. Әйтпесе қайынапкелерімізге неше түрлі қып сәлем саламыз ғой. Ой, сәлемде тұрған не бар ол болсын? Көңілі түзу болса болды емес пе? Ұлты осы сен күшті ене болатын шығарсың. Әме келіндеріме былай жүр, сәлем сал деп қинамайым. Сыйласа болды. Ұлдананың қандай ене болатынын мен білем. Қандай? Келін екеуі таңнан кешке дейін Инстаграм онлайнда отыратын шығар. Жоқ, мен әже болған кезде бүкіл жиған, терген оқырмандарыммен бірге аккаунтымды келініме өткізем. Сосын өзім немерелеріммен отырам. Бір ерке сияқты 3 миллион оқырманы бар адамдай айтты ғой. Әй, 3 миллион болмаса да 300 оқырманмен ауылдың алды болып отыр ғой. Шүкір. Біздің ұл болсын қандай ене болады? Иә. Әр келініме әр түрлі болам. Қағынып тұрған келінге қатал болам.
бай болғанға мейірман бола салам. Саясатың күшті. Кімнен үйрендің осының бәрін? Енемнен. Енем маған қатал болды ғой. Шай алыңдар, қандай екен дәмі? Күшті дәмі, керемет. Өз көңілімізді өзіміз көтермесек, ешкім көтермейді. Біз қарбызды қолмен асап жейміз ба десек, мынауың не? Инстаграмнан көріп алған ғой. Ол болсын, ұлдананың атын бұдан кейін Инстагүл деп атау керек. Асхана әлемінде деген парақша бар, соған жазылсаңдаршы, күшті рецепттер бар ішінде. Мынау гламур. Ол болсын, бір құсамай ақырын ішсеңші. Әңгіме ене дегеннен шығады. Мен енеме қатты сөйлеп көрген емеспін. Соны білетін Қыстаубай бір күні маған мөңк етіп. Сол күні мен 40 адамға лағман жасағам. Білесіңдер ғой, үйде інілері көп. Мені шақырып алып, мынауың не дейді? Еті қайда? Қамыры неге жуан? Сәбізін неге майдалап турағансың? Жынным келіп, сабырлық сақтап тұрдым. Сөйттім де жай ғана барып. Мынаның еті аз ба? Қамыры жуан ба? Сәбізін майдалап турадым ба? Дедім де, қақ маңлайдан перкіл жіберейін деп ат. Лағманды қайтесің? Қыстаубай хабарласып жатыр. Алло, Қыстаубай? Қалғалай? Я, үйдемін. Аман есен жеттіңдер ма? Ертең келесіңдер ма? Я, лағманыңды жасап қоям, етін көп етіп. Қамырын жеңішке етіп. Жақсы. Түсінбей қалдық қой, табақты кімге лақтырған. Қойыңдар, коктейлдеріңді ішіңдер. Керемет отырыс болды, қыздар. Сендерге бірден көрсетейін. Күліп жүрмеңдер бірақ. Күлмейсіңдер ғой, ә? Жоқ, күлмейміз. Қазір. Мынау Мұқаштың блокноты. Ішінде тілек, бата, өсиет сөздер бәрі бар. Оны жоғалтып алуға болмайды. Жоғалтып алсақ, үйде ұлайқай шу болады. Жаңа көрпен астынан тауып алдым. Ішін ашып қарасам, Мұқаш ешкімге көрсетпей өлең жазады екен. Тағы не бар екен ішінде? Бір өлең көзіме түсіп кетті. Жүрегім дір ете қалды. Нағара оға деп тақырып қойыпты. Сонда Мұқаш саған арнап өлең шығарған ба? Былай депті. Нағара ай мен нұрдан жаралған. 4 әріптен есімі оның құралған мен айтып жатыр. Күлімдесе бүкіл әлем жібіген. Алдымызда күтіп тұр ғой көп арман. Ұлағатты, ибалы, асыл жарым дейді. Өзің менен атады әрбір таңым. Шәй ұсынған қолыңнан айналайын, ақтық демің біткенше қасыңдамын. Анау жазып келе жатқан кезде бас жағында неке қартайғанша деп жазған ғой. Ең соңына келген кезде не ақтық демің біткенше қасыңдамын деп өзгертіпті. Өзгерткен жақсы болған екен. Күйеуің романтик қой. Біздің сайлау өлең жазбақ түгілі дайын өлеңді оқып бере алмайды ғой. Қыстаубай жайлы айтпай-ақ та қояйын. Оған еті көп, лағман болса болды. Басын қатырмайды. Қыздар, мына дәріні коктейльге салып, ішіп алайық та жіптіктей болып жүрейік. Мүмкін сол кезде біздің жан-жарымыз біздерге арнап өлең шығарар, а? Мынау маған болмайды. Екеуміз іше берейік. Беліміз қалдай болып жүреді. Қаншадан ішу керек еді бұны? Құпиясын не қыласың? Көп ішсең, тез арықтайсың. Қазір көрейік. Ол болсын абайла, аз-аздан. Міне.
әкең келді. Оу, келуіңмен? Рахмет. Қалайсыз, әке? Жақсы, өзің қалайсың? Әке, біз сіздің блокнотыңызды таптық. Ай, асықпай қоя тұр дедім ғой мен. Өзім айтам ғой рет-ретімен. Ай, құдалықта қанша түрлі тағам қойса да, үйдің бір шайын ішкім кеп тұрады екен. Ой, керемет болды. Барған мұндай жақсы бола ма? Жаңағы мен алып барған құдалар өздері енді жағдайлары жақсы екен бұлардың да. Мал шаруашылығы бар, егіндері бар. Енді ана құданың өзі кішкене кебіңкіреп сөйлейді екен. Басқасын айтпағанда мұқаш деп еді, атың деп қояды маған. Қарбыздың өзін 10 гектарға ектім деп бастаған осы ауылдан шыққан кезде. Ананы айтпан айт, ең сон топлейін айтып жатыр. Аяғымдағы топлей 45.000 теңге тұрады дейді. Не керек ол? Ол мейлі айта берсін ғой. Соған барғаннан кейін сөз берді ғой енді. Мына құда, ыңғайсыздан қарамай. Мал шаруашылығын айтып жатыр, құдалықта. Оған сиырын, ана-мынауын айтпай қойын. Былтыр 450 бас қойымнан 524 қоз алдым дейді. Не керек еді? Керісінше ана құдалық ұнады маған. Күтіп алғандар бар ғой? Иә. Кейде бір адам сағынады ғой, бір жақсы адамдар көргің келеді ғой. Көптен бір іздеп. Дәл сол адамдар ғой. Мен іздеген. Бір зиялы қауым деп соларды айтуға болады. Бәрі оқыған, еркектері ер адамға лайықты мінездері. Келіншектері инабатты, артық сөз жоқ, тілегін айтса да орын-орнымен, тіпті өлеңмен, шумақта, сабырлықпен бір сүйсініп отырасың. Дастархандары керемет. Оның үстіне олар да үлкен әулет екен. Қарапайым бірақ. Көкірек келіп тұрған ештеңесі жоқ. Үзіліс болған кезде сыртқа шықтық. Сыртқа шықсақ жаңағы имамы, депутаты, асабасы, тағы бір нағашысы ма, төртеуі. Мұқаш аға, сізді бір оңаша бір-екімен сөйлессек бола ма деп, жарайды, не болды? Шетке таман апарып құшақтады. Құшақтап, бар екен ғой қазақтың азаматтары дейді. Сіз де азаматтар кездессеңіз қуаныштымыз. Осы ауылдан қашан өтсеңіз бір үйіміз деп келіп жүріңіз, шаттап өтпеңіз ренжиміз. Сізді біз қазір ғана осы заманның майқы биі деп атап қойып отырмыз. Шіркін, ай, сонда сен шопыр болып барып, сонда асаба болып қайттың ба? Ой, шопыр деген жоқ, ол келгенде енді сөзіме қарап, мен сөзім енді от-бат тұрып тұрсың ғой. Мұқаш, сенің қасында болған жоқпыз. Бірақ енді қалай мақтансаң да жарасады, иә, жүрсін. Домбыраны алып, тойдың ортасына ытқып шығып, «Хәләу дейді, игай деген шығарсыз, Балам, мен саған блокнот не үшін айтып отырмын? Қағидалы сөздерді, зиялы адамдардың айтылған шежіре сөздердің бәрін жинақтап отыру керек. Ол өміріңе керек болады. Құқтың ба? Онда ертең таңертең бір блокнот алып, әкемнің өмірбаяны деп жазайын. Әкемнің өмірбаяны деме, әңгімелері деп жаз. Иә, дұрыс айтады апа. Жаз. Білген жақсы. Енді аз да болса көптей көр, ризамыз деп шығарып салып бәрі. Не білген көрсетейін бе сендерге? Иә да. Жүріңдерші. Ал. Тадам! Әке, сіз бақшаға барғансыз ба? Әлде құдалыққа барғансыз ба? Әкең бәрін үлгереді ғой. Бұл жаңа мен апарған құдалықтардың рахметі маған беріп жіберген. Риза болдық, абыройымызды көтердің дейді. Ал ана құдалар костюм шалбар кигізіп жүрді. Әке, сіз жоқ кезде бізде де қызықтар болды ғой. Әлгі ұлдана мен ұлбосын әпкелерім бар ғой, сол кісілер арықтаймыз деп дәрішіп қып-қызыл аллергия алып жатыр. Қоя тұрсаңшы, өзім айтатын едім ғой. Қып-қызыл аллергиясыз. Жарайды, білеміз сосын. Қанеке, қауын жейік, қарбыз жейік жүріңдер.
Тағы да ішіңдер ана Қытайдың дәрісін. Ақшаң бар ма аладың? Әлде берейін бе? Мазақ қылмаш, Сайлау, онсыз да мазам болмай отыр. Осы неге түсінбейсің? Қанша дәріс ішсең де бар ғой, сенен қыпша бел шықпайды. Сендердің тұқымдарың сондай. Сонда маған толықсың, сен одан әрі толыйсың деп айтқың кеп тұр ма? Мен олай деген жоқпын ғой енді. Енді? Сен толыққа жатпайсың. Сені қалай айтсам болады? О, тығыршықтай дейді. Ішпей ақ қойшы сол Қытайдың дәрісін. Осылай ақ ұнайсың маған. Қызым, атаңды сағындың ба? Барасың ба тағы? Барам. Әй, жүрсін. Бұл не? Сіздерге беріп жіберді. Жетаның көкесі қауын қарбыз. Бұны жесеңіздер аллергия болмайсыздар. Қайдан әкеле жатыр? Қалайсыз же? Жүрсін, қауын қарбыз қай жерден әкеле жатсың дейді апа. Құдалықтан. Миялға ма? Миялы. Орындықтары мамық, көліктің іші жарық, бизнес класс бұлай айтқанда. Миялыға. Ертең қайтарасың. Сөйтіп отырса қайтарам ғой. Керек дейін маған. Майра, Гүлғайша, сендерді бүгін тегін апарам, отыра беріңдер. Бүгін міне салайық, ертеңнен бастап бармаймыз. Жүр. Миялы! Көжелеріңмен бірге себерсеңдер болды маған. Жоқ көже, не бетіңмен сұрап тұрсың? Кеше ғана емес пе? Аналарың сасық, мынауың сасық деп тұрған. Ой, сендерге диета ұста дедім. Жаман болсын дедім ба? Өзіне қарабашы. Ай, қоймайды бұларда. Миялыға.